Телевизорды несиеге алдым. Холодильникті несиеге алдым. Пәтерімді несиеге алдым. Осы болашақ күйеуімді қай жақтан несиеге алуға болады? Кешіріңіз. Автобуста сіз сөмкені тастап кеткен сияқтысыз. Иә, мен сөмкем. Уайымдамаңыз, мен автобустың нөмірін жаттап алдым. 85-ші автобус. Шашым күшті ма? Негізі менің шашым бұрында қара болған. Сосын алдымда сапсарыға бояп тастадым. Неге дейсіздер ғой? Өйткені қара шаш бәрінде қара шаш. Маған ешкім қарамай қойды. Ешкім менімен таныспай қойды. Сосын алдымда шашымды сапсарыға бояп тастадым. Енді маған қарайтын шығарсыздар, жігіттер. Негізі сары шаштың бір жаман жері, шаң жерлерде жүрген кезде қара шаң қалады екен, тез білініп қалады екен. Күнде жуа бересің. Қара шаштың бір жақсы жері кір көтерімді емес пе? Қанша кір болса да жүре бересің. Енді жарайды, оны жуғанда тұрған ештеме жоқ, жігіттер. Енді сендер бұрында мен қап-қара болып көрінбей жүредім. Енді қазір қарамайым десеңдер де көрініп тұрмын ғой. Егер менімен танысқыларыңыз келсе, маған хабарласыңыздаршы. Егер орысша айтқанда блондинка қыз керек болса, мен сіздерді күтемін. Гүлназия, не, келші. Қарашы, не деп жатыр мына компьютер? Түк түсінбеймін, қарашы, не? Ту, Сабина, компьютер саған айтып жатыр. Не я деп жауап бер, не жоқ деп жауап бер. Мен не істеймін? Я деп жауап берді. Я! Кім ол? Көрші, не болып қалып? Оқтау бар ма? Оқтау берші маған. Немене, жігітіңе ұрысқансың ба қайтадан? Оқтау берші маған. Бере алмайым. Өз жігітімді күтіп отырмын. Қалай жаға? Ой, сәлем, достар. Осы бар ғой мен, осымен қыздар түсінен олар көп ойнатын заттар сатып алады да, бір күшті болып жарасып тұрады өздер. Мен болсам түк боянамын, помада былай жағады ма, айтыңыздаршы. Осы боянғым келеді, бірақ бояна алмаймын. Түсінен осымен қыздар журнана беттерін жағады да, или мына жерге жағады ма, түсінбеймін ше. Бүйтіп қояды, беттер әдемі болып тұрады, бүйтіп жылтырлап. Мен түсінбей тұрмын да, қалай боянады екен. Мына еріне помада жағуды білмеймін ғой әлі. Вообще негізі мен боянғым келмейді, бірақ амал жоқ, заман талабына қарай жігіттер саған қарау үшін бояну керек те енді. Шаршап кеттім ба, негізі бара бояну. Негізі мен бұл жерге келген себебім боянған қызды жек көретін жігітпен танысқым келеді да. Боянуды талап етпейтін жігіт болса хабарласыңыздаршы. Әйтпесе уже үсті басым көзім бәрі қышып кетті, қараңыздаршы. Әрең шыдап отырып, әрең бар ғой, көзім жасаурап барады, краскадан бар ғой. Білмеймін не істейтінімді. Егер боянбайтын қыз ұнайтын болса хабарласыңыздаршы жігіттер, күтемін, мақұл ма? Қалай жағады? Перизат, қарашы, мен өзіме тұра баруға айнаға қарасам, өз-өзіме ғашық болып қаламын ғой. Не деген көз, не деген кірпік, не деген ерін, не деген мұрын, не деген бет әлбетін бір керемет ғой мен. Сенің айнаңда бар ғой, я? Осы құдай білет, фотошоп бар-ау деймін. Пико, проспа бәрі айтады, сен бастықтың кабинетінен шулап шыққың дейді.
Иә, мен бардым да айттым. Не мен жалақым көбейтесің, не мен жұмыстан вообще кетемін дедім. О, сен жынсың. Сосын не болды? Сосын екеуміз бір шешімге келдік. Қай шешім? Қандай шешім? Ол маған жалақыны көбейтпейтін болды. Мен ешқайда кетпейтін болдым, осы жақта қалатын болдым. Мен жетіскен қызбын. Күнде кафеға барам, ең соңында бір жігітпен төбелесіп кетпесем, басым ауырады. Жоқ, сендер ойлап қалмаңдар, мен барып өзім тиісем деп. Мен тиіспеймін, олар өздері маған келіп тиіседі. Қарындас, билейікші деп, жарайды, барам, билейм. Аяғымды басама не, сипалайма мені, жынды ұстатып, бір берем, құлап түседі. Қазіргі жігіттер бәрі қыз сияқты кетті. Мен өзім 15 жаста болғанда мамам маған көйлекті әрең кигізген. Сол көйлекті мен шалбардың ішіне салып жүргенмін. Сол маған қыз сияқты жігіттер ұнамайды. Маған еркек керек, еркек. Сондай жігіт болса менімен бірге бір шығатын. Егер мен одан жеңіліп қалсам, жоқ, мен одан жеңілмеймін. Ал жеңіліп қалсам, күйеуге шығам. Хабарласыңыз. Ой, білесіз бе, мен соңғы кезде мүлдем жолым болмай жүр. Айбай. Тамақ ішкім келмейді, тек қана ұйықтағым келеді. Қайда барсам басым ауырады, білмей жүрмін, түсіне алмай жүрмін де өзім. Не болды? Жігіттер де қарамай соны. Білмедім, сізді күшті деп айтты, жолда ашып береді. Ой, көмегіңіз керек болады. Шырағым, маған келгенің дұрыс болды. Маған келгенің дұрыс болды. Мен мына отырған жерімнен сезіп отырмын да. Біреу сені жаман дуалап алған. Дуалағанда мен керемет дуалаған ғой, тоқтай тұршы. Ой, иә. Анда да не Сақина өзі? Бұл Сақинаны мен туған күніме сыйлаған. Өзі білесіз бе? Соны саған сыйлаған адам сол сені жаман дуалап алған. Не тас бұл өзі? Бұл ма алмаз? Африкадан алған. Африкадан? Иә, күшті өзі көк күмесіне жылтырлап тұрады. Осы? Қара торада ма екен өзі сені жаман дуалаған. Иә. Астапыралла. Сырғанды шеш. Сырғанды шешейін ба? Жарайды. Шеш, Ал енді қызым, көзіңді жұма қой. Көзімді? Жұм. Қазір мен сені тазалайым. Тазалайым сені қазір жолыңды ашам. Ал енді аш көзіңді. Тазаландың. Жолың ашылды. Армандаған армандарың барлығына жетесің, шырағым. Жақсы болдың, бәрі жақсы болар. Мен сырғамен қайтесің ол сырғаны? Ол сырға сенің жолыңды ашты. Сен жолың енді барлығы болады, шырағым. Не? Сырғам қайтып бермес па сонда? Сырға деген келетін кететін зат қой. Өмірде деген бәрі болады. Ең басты денсаулық. Саған денсаулық керек емес па не? Қымбат тұрады. Қымбат болса да денсаулық одан да қымбат. Саған денсаулық керек деп айттың ғой. Мен сен жолыңды аштым, барлығы болды. Бара ғой, бар. Мен басымды қатырма. Қасы кеттім оған. Мен жігітке бар ғой? Күнде айтып жүрмін. Жаным, Парижге барайықшы. Ол сондай керемет. Махаббат отаны ғой, махаббаттың отаны. Франция, Париж, ой. Не дейді? Мен жігітім маған айта бер, осылай айта бер дейді. Бай, шырағым, мына жаққа отырам ба? Қос анауынды. Фотоаппарат па неменені? Қос. Мен бүгін айтарым өте көп. Мына жаққа немене сонда? Тек қана жастар кеп таңсама? Біз немене сонда? Кәрілер адам емес бізді? Бізде танысқымыз келеді. Біздің кезімізде білесіздер ма? Біз деген кешкісін жайлауға шығып, алтыбаққа теуіп жүріп, қандай жігіттермен танысатынымызды? Біздің кездегі жігіттерді айтсаңызшы. Қазіргі немене? Не деген жастар ола? Өңкей жастар, көшеге шықсан 60 жастағы шалдар, 50 жастағы шалдар. Менің класстастарым біреусі жоқ. Қайда соларында?
мен көріп отырсам хабарласыңдаршы. Бір жастық шақты еске алып, алты бақан теуге мүмкіндік жоқ. Денсаулығы жоқ оған. Енді сонда да бір жеңі алып дегендей, бір шай ішіп, жастық шақты еске алайық, сонымен қатар маған бір жалғыз басты бір шал болса, шал хабарласын. Мен өзім жалғыз басты кемпірім. Қой, кеттім. Ана көшеде мен кемпірлерім күтіп қалды. Айтайын, жақында шалдар хабарласады деп кеттім. Ой, шлама, не болды, айт. Не болды, шлама. Мен жігітім тастап кетті. Шламашы. Ол маған мен тастап кеткенде Роза сыйлап кетті. Қандай ғажайып. Несіне жылайсың? Жылама болды. Ол маған айтты ғой, мына Роза солған кезінде қайтып келем деді. А бұл Роза не өлмейді, не солмайды. Капитан Тыныбаева, құжаттарыңызды беріңіз. Сіз неге жылдамдықты күшейттіңіз? Кешіріңіз, маған мынандай аяқ киіммен тормозға басуға өте ыңғайсыз. Мені жігітім маған көптен бері бір үш сөз айтқан жоқ. Мен сені сүйемін. Жоқ. Не алып берейін. Бойдақ бойжеткендер, егер болашақ ата-енеңіздің ең сүйікті келін атанғыңыз келсе, супер келін Айдарының кеңесіне құлақ асыңыз. Оның кеңестерін бұлжытпай орындасаңыз, сізден артық дап-дайын келін табыла қоймас. Ой, шашым қандай керемет болып тұр бүгін. Осындай бұйра шашты мен баяғыдан бері армандап жүруші едім. Қандай керемет парикмахерға жолықтым мен бүгін. Ой, прическаны құртқым келмей тұрғанын қараңызшы. Амал жоқ. Орамалды тағу керек. Әйтпесе мен енем ұрсады. Киіп көрейін. Ой. Прическам құртылатын болды ғой. Бұлай да құртылады. Кенейін. Не істесем болады екен? Не істеймін? Білдім. Орамалға сағызды жабыстыра салады. Найсаға. Жеп көрем осы орамалды. Екінші сағызды алам. Оны дұрыстап шайнау керек та, әйтпесе жабыспай қалады. Шайнағанда егерде пломбаңыз болса, байқаңыз. Мына сағыздар деген тіске өте зиянды келтіреді та, бірақ та кейбір кездерде өте керек нәрсе. Жақсылап шайнайсыз. Сосын арасында жабыстырасыз. Енді жабыстырғанда абайлап жабыстырыңыз. Сосын кейін орамал құртылмасын, оны жуып, шайып, кейін өзіңіз киесіз ғой. Тағы да бір сағыз аламыз. Сағыз көп болған жақсы да. Асықпай шайнау керек. Әйтпесе мына жеріңіз алып қалады да, кейін телефонмен, подружкаңызбен сөйлесе алмай қаласыз. Мына жағы қапты ғой. Жақсылап көрінсін. Кейін кешкісін еңіңіз келеді ғой. Сонда сұрайды: балам, сен неге орамал тақпадың? Сіз көзіңізді бүйтесіз да. Әже, қазір. Барам да тағам дейсіз да. Жүгіріп келесіз да, орамалыңызды алып бүйтесіз. Әже, мұнаны қараңызшы. Балалар алыпты да мынаған сағыздарды жабыстырып тастапты ғой. Бұл орамалды мен қайтып киемін деп айтасыз да. Әжеңіз айтады: жарайды дей салады да. Бір күн орамалсыз жүресіз. Ал егер ертең таққыңыз келмесе, оған басқа бірдеңе ойлап табамын.